Барша жәрдемақы алатындар тезірек көрсін. Жедел хабарлама. Сәлеметсіздер ме қымбат көрермен, біздің арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтар ең біріншілерден болып біліңіз келсе, арнамызға жазылып, лайк басын ұтпаңыз. Жәрдемақылардың саны азая ма? Дүйсенова жауап берді. Вице-министр Тамара Дүйсенова әлеуметтік жәрдемақылар тетігі жайлы қойылған сұрақтарға жауап берді. Үкіметтің кеңейтілген отырысында мемлекет басшысы халыққа әлеуметтік көмек береміз деп біз шыны керек қоғамда масылдық психологияға жол беретінін алғанымызды айтты. Енді әлеуметтік төлемдер азая ма? Қандай реформалар жүргізіледі? Дейді сұралдар журналистер спикерлерден. Премьер-министрдің орынбасары Тамара Дүйсенова президент айтқан сөздің мәнін түсіндірді. Президентіміз әлеуметтік көмек мұқтаж азаматтарға берілу керек деген қағидатты ұстанып отыр. Ол өте дұрыс деп ойлаймын. Бірақ бүгінде әлеуметтік заңнамаларда қарастырылған әлеуметтік көмектер саны кемимейді. Бірақ мұқтаж азаматтарға берілу мәселесін назарда тұтады. Яғни әлеуметтік теңдікті қалыптастыру мәселесін қарастырып отыр. Сондықтан келген азаматтар мұқтаж ба, мұқтаж емес пе, соған көңіл аударамыз, дейді вице-министр. Дүйсенова мұқтаж азаматтарды айқындау мәселесінің тетігі жетілдірілгенін атап өтті. Үкімет мүшесінің сөзінше, осыдан 3-4 жыл бұрын елімізде 2 миллион азамат атаулы әлеуметтік көмек алған. Видеомыз кеңінен таралып, барша жәрдемақы алатындар көру үшін лайк басып жақындарыңызға таратып қойды ұмытпаңыз. Алайда жақсылық тарату, оны жасаумен тең екенін ұмытпайық.